Талғарда адам қолынан өлген 16 жастағы Шерзат Болаттың ағасы Нұрғанат Ғайыпбаевтың мәйіті табылды. Осыдан 2 ай бұрын болған жанжалда жапа шеккен 30 жастағы азамат полицияның хабарлауынша өзіне қол салған. Құзырлы органдар бұл нұсқаға айғақ ретінде тергеу барысында анықталған марқұмның туыстарымен қоштасып, інісінің жанына жерлеуді сұраған жазбасын ұсынып отыр. Ал суицид жасалды дегенге сенбейміз деген жәбірленуші тарап пен адвокаттар бұл хабарламаға экспертиза талап ететінін айтты. Тақырыпты әріптесім Оразай Нұртайұлы жалғастырсын. Осыдан 2 ай бұрын ғана Шерзатты жерлеген әулет бүгін тағы бір азаматын жоқтап қалды. Кеше ғана кешкі асын ішіп көлігімен сыртқа шығып кеткен 30 жастағы Нұрғанат Ғайыпбаев өткен түнде ауыл шетінен өлі күйде табылды. Полицияның хабарлауынша тергеу барысында марқұмның туысының біріне қоштасу хат жазып, өзін інісі Шерзат Болаттың қасына жерлеуді сұраған анықталған. Ал адвокаттар жазбаға қатысты тексеріс болатынын айтты. Следствие уже по убийству Шерзата подходит к концу. Шерзат Болаттың өліміне қатысты тергеу аяқталып қалған. Сотта жәбірленуші тараптан негізгі сөзі Нұрғанат Ғайыпбаев айтады деп дайындалғанбыз. Өйткені ол жанжалда үш жерінен пышақталып, ауыр жарақат алып, аман қалған жәбірленуші әрі куәгер еді. Бүгінгі суыт хабар отбасы үшін, біз үшін үлкен трагедия. Марқұм психологиялық тұрғыда төзімді болған. Әзірге кесіп айту қиын. Тергеу жұмысына біз де қатысамыз. Полиция таратқан мәліметке сүйенсек, марқұм Нұрғанат Ғайыпбаев үйінен өткен түнгі сағат 11:30-да шығып кеткен. Адвокаттардың айтуынша, оның мәйіті 16 жастағы Шерзат Болат жерленген осы бір зират жақтан табылған. Алдын ала болжам бойынша 30 жастағы азамат асылып өлген. Марқұмның ағасы Қаржаубай Нұрымовтың айтуынша, Нұрғанат Ғайыпбаев түнде көлігін зират қақпасының алдына қалдырып, қарама-қарсы жатқан саймен жалғыз өзі төмен түскен. 30 жастағы азаматтың денесін туыстары қарда қалған ізіне түсу арқылы анықтаған. Мәйіт тоғайдағы ағаштың түбінде отырған күйде табылыпты. Екі аяғы жерге тиіп тұр, кәдімгі бүктеліп отырған күйінде тауып осы жерде. Мойнында ана светодиодный сым дейміз ба, лента бар ғой. Кәдімгі светодиодный үйлерге, машинаға іліп қояды, самоклейші. Мойнында сол ғана тұр екен. Мына бұтаққа байланған. Бірақ ол отыр свободно. Механический бараза дейді, оны асыл бөлген кезде, асфиксия болған кезінде. Ол бір жағында ғана із тұр, қалған жағында жоқ. Осы жерде мен алып шығам бұл орында. Қылмыстық іс қозғаған полиция бүгінде тергеу жүргізуде. Түнде табылған Нұрғанат Ғайыпбаевтың денесі бүгін туыстарына берілді. Марқұмның жақындары уәжін айтудан бас тартты, бірақ олар 30 жастағы азаматтың ауыл шетінде асылып өзіне қол жұмсады деген нұсқаға күмәнмен қарайды. Айта кетсек, көз жұмған Нұрғанат Ғайыпбаев Шерзат Болаттың өліміне әкелген жанжалда соққының астында қалып бірнеше жерінен пышақ жарақатын алған жәбірленушінің бірі болған. Оразай Нұртайұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы облысы.